Бәріңе сәлем, менің атым Эмили Йоханссон. Пенсильванияда туып өстім. Біздің әулетіміз швед ақсүйектері болғандықтан, ата-анамыз бізді қатаң тәрбиеледі. Яғни салт-дәстүрді қатты сақтайтынбыз. Үйдегі қаталдықтан әбден жалыққаным сонша, тезірек еркін өмір сүргім келді. Биыл жазда колледжге оқуға түстім. Үй қамақтан құтылдым-ау. Penn State колледж елдегі көне оқу орындарының бірі. Сырқатыма байланысты кампусқа бір аптаға кешігіп бардым. Жатақхана коменданты мені бір қыздың жанына орналастырды. Жолым болды, өйткені басқа бөлмелерде 4 қыздан жататын. Алайда ерте қуанған екенмін. Кешкісін көршім келген кезде жанжал шығарып басым бәлеге қалды. Дереу комендантты шақырдым. Жалғыз тұрғысы келеді екен өзі. Тапқан екенсің. Бұл сенің жеке меншігің емес, бұл көпшіліктің тұратын жері. Ата-анаң сатып алып берген жоқ шығар енді. Әрине көңіл күйім түсіп кетті. Оның аты Алекса екен. Ұзын бойлы, денелі, күнге жақсылап қақталған қыз екен. Оның айғалағаны маған қатты әсер ете қойған жоқ. Бетпақ болғанмен қызық қыз сияқты. Мінезі бар. Бір кезде ашуы басылып тоқтай қалды да менің жүктерімді жәрмеңкеге жүргендей қарай бастады. Кім екенімді сұрастырды. Оның тез басылғаны менің көңіліме жақты. Ал сосын мен сыртқа шығып аймақты аралап шықтым. Тамақ ішіп алдым да жатақханаға қайтып келдім. Бөлмеге кіріп киімдерімді жайғастырайын деп жатсам, Алекса ұйықта деді де жарықты сөндіріп тастады. Иә, оның қылығы жыныма тиді. Бардым да жарықты қосып тірлігімді істей бастадым. Бір кезде Алекса долданып тұрды, сөмкелерімді терезе жаққа лақтырып, жарықты қайта сөндіріп қойды. Ойпырмай-ау, ол таңертең жаттығуға барады екен. Ол менен әлде қайда басым екенін түсіндім де, амалы жоқ төсегіме жата қалдым. Бірақ мүлдем ұйықтай алмадым. Қимылдауға қорқып, түнгі дыбыстарға құлақ түріп жата бердім. Таң ата көзім ілініп кеткен екен. Алексаның жаттығуға жиналып жатқанынан оянып кеттім. Тарс күрс еткізіп 2-3 мәрте мені жұлқылап аяқ киімін сұрады. Сосын барып сүт алып кел деп жұмсады. Ұйқылы ояу жүріп айтқанының бәрін істедім де қайтадан төсекке келіп құладым. Сабақ үстінде құрбыларым келіп, Алекса мен көрші болған қандай деп сұрай береді. Ақылынан ауысқан жоқсың ба әлі дейді. Белгілі болғандай, қыздардың бәрі онымен бірге тұрмай қашып кеткен екен. Себебі Алекса деген көк долы болып шықты. Жалғыз өзі тұру үшін жандағы қыздардың итін шығарған екен. Үндемей басқа бөлмеге көшіп кетейін бе, әлде Алексаның жынын басайын ба? Менің мінезім жұмсақ, сол себепті де үндемеген үдей беледен құтылады деп ойладым. Бірақ менің ата-бабам батыл болған. Олар соғыстан қашпаған. Қанда бар нәрсе ғой. Кешкісін бөлмеге келе жатып, музыка және қыз-жігіттердің күлкісін естідім. Біздің бөлме жын ойнына қайналған сияқты. Студенттер менің кіріп келгенімді де байқамады. Керуетіме жақындасам, 2 жас құшақтасып отыр екен. Орнымды босатыңдар дедім. Мені мүлдем келмеді. Сөмкемді тастай салдым да комендантқа шағым айту үшін басқа жатақханаға бардым. Қолы босамай жатса керек, есігін 10 минуттан кейін әрең ашты. Айтқандарымды тыңдар-тыңдамас қайтадан есігін жауып алмақ болды. Бірақ мен алған бетінен қайтпай тұрып алдым. Бөлмемде болып жатқан жайтты жайып салдым да бірге ертіп келдім. Бірақ бөлме тып-тыныш. Алекса ұйықтап жатыр екен. Коменданттың жыны қайнап, мені мазақ қылып тұр деп ойлады. Бар да осымен айғалап, келесі жолы ондай бассыздыққа жол бермейтінін айтты. Шынымды айтсам, мен де күмәнданып қалдым. Жаңа ғана бөлменің іші астан-кестең болып жатыр еді. Комендант маған қалжыңдап жүретін уақыт емес деді де, бөлмесіне резиденттік карточканы алып кет деді. Біз оның кабинетіне бардық та затымды алдым. Не болса да соған мазамды ала берме деп тағы ескерту жасады. Мен бөлмеге қайтып келдім. Қайтып келе жатқанымда бөлмеде тағы жын ойнақ болып жатқанын байқадым. Масқара, не істерімді білмей бөлменің бір бұрышында отырдым. Алексаның мені мазақ қылып жатқанын түсіндім. Алекса күн өткен сайын басыма шыға берді. Оған қарсы тұруға қауқарым жетпеді. Тіпті кейде менің заттарымды алып қалай болса солай пайдаланатын. Киімдерімді киіп кетеді. Мейлі, ұқыпты кесе ештеңе етпеседі, бірақ ол салақ. Мысалы, менің жақпа майымды алып жартысына дейін сығып тастайтын, ал сосын лақтырып жібере салады. Немесе менің жейдемді киіп кетеді. Бір күні менің жап-жаңа іш киімімді киіп алыпты. Және ол бәрін маған қарсы жасайтын. Мысалға, мен ұйқым келгенде немесе сабақ оқитын кезде үйде би кешін ұйымдастырып қоятын. Сөйтіп мен ұйқыдан қағылдым. Басым ауырып әбден қалжырадым. Білімім төмендеп, нашар баға бастадым. Бұлай жалғаса беру мүмкін емес еді. Бір шара қолдану керек. Мен іште викинг ата-бабалармен тілдестім. Мен оларға мына бір жалмауызбен арпалысқаннан денсаулығым мен оқуымның маңызды екенін түсіндіруге тырыстым. Шынымды айтсам, түнімен ұйықтамайтын айкезбе болып кеттім. Жатақханада тұратын көршілерім маған таң қалатын. Олар менің бұл бөлмеден қашып кететіме сенімді болған еді. Иә, қашып кету менің де ойымда бар. Әсіресе соңғы оқиғалардан кейін. Мен ақтық шешім қабылдадым да комендантқа барып басқа бөлмеге ауыстыруын сұрадым. Ол менің Алексаға деген жек көрінішті естігенде қатты таң қалды да, басқа бөлмеге көшіруге ешқандай негіз жоқ деді. Одан басқа да маңызды шаруалар бар екенін айтып, менен құтылды. Мен басым ауған жаққа кеттім. Мен Эмили Йоханссонмын. Алентауналық 18 жастағы бойжеткенмін. Арғы-аталарым шведтік ақсүйектер. Жоғары мектептің берген мінездемесі бойынша мен өте сабырлы, ашық мінезді, тез тіл табысқыш ұқыпты оқушымын.
Пенн Сейд колледжі саябағында әрі қарай қалай өмір сүру керек екенін ойлап, басы қатып жыларман болып отырған кезде бір егде жастағы топ-томпақ әйел кісі көзіне түседі. Түрі әлде біреуге ұқсайды екен. Ауылдан келген 60 жас аралығындағы апай, киімі де қалалықтарға ұқсамайды. Ауылдан келгені көрініп тұр. Дәу сөмкесі бар. Көлік жүргізушісі біздің жатақхананы меңзеді де жүріп кетті. Өзі ашық жарқын кісі екен. Мені шақырып алды да қолындағы ауыр жүктерін арқалатып қойды. Сөйлесе келе ол Алексаның әпкесі болып шықты. Мен ол кісіні бөлмеге алып келдім. Ауызы бір жабылмайды екен. Әлі сөйлесіп жатыр. Алексаның телефонын сөніп тұрғанын айтып, маған шағымданды. Одан қала берді, бетімді қайта шымшып, тымарық екенімді бетіме басты. Эльза әпке өте зуылдақ, әңгімесі әлі таусылар емес. Дімәнсіз сөйлей береткен. Не болса соны айтып, аузы көпіріп кетті. Бірнеше мәрте бетімнен шымшып, ауылдың тамағын жесең семіретін едің деп қояды. Бір сағаттың ішінде менің ашуызым тарқап кетті. Оның айтқан әңгімелерін естіп, ішек-сілем қатып әбден күлдім-ау. Шынымды айтсам, бұл әйел мені емдеуге келген сияқты. Әңгімесін айтып жүріп, арасында бір жылап та алды. Эльза апай осыдан біраз жыл бұрын жол апатынан қайтыс болған Алексаның әкесінің әпкесі екен. Ал оның анасы босанып жатып қайтыс болып кеткен екен. Демек, Алекса жетім қыз. Мен оның шатақ мінезін енді түсіне бастадым. Ана, әке, отбасы дегенді естігенде қандай күйде болатынын ойлай беріңіздер. 1-2 сағаттан кейін Эльза тәте кетіп қалды. Мен осы уақытқа дейін Алекса мен екеуміздің өміріміз туралы ұзақ ойландым. Онымен қалай сөйлескенімді, қабағым ашылмай оны жақтырмай жүргенімді, адам сияқты сөйлесу басыма кірмепті. Ең жиіркеніштісі, мен темір сейф сатып алып, заттарымды соның ішінде тышқан сияқты тығып қоятын едім. Алекса келгенде әпкесінің келіп кеткенін бірден білді. Әке шешесі туралы біліп қоймады ма деген күдікпен маған бір қарады. Иә, мен оны аяп кеткенімді жасыра алмадым, бірақ менің әрекетім оған жақпады. Алекса өзін аяғандарды иттің етінен жек көретін. Ол маған бас салып, айғайлап, ұрсып, өзіне аяушылық білдіргендерді жақтырмайтынын айтты. Маған сенің жаның ашымай-ақ қойсын деп бұрқ етті. Мен сәл ғана жымиып қарап отырдым. Оған ызаланған да жоқпын. Бірақ сол кезден бастап арамызда ешқандай өшпенділік қалмады. Күн өткен сайын бір-бірімізді жақсы түсінетін болдық. Мен одан үнемі көмек сұрай беретін едім, ал ол болса шын ниетімен қол ұшын созатын. Ол мен қорқатын жәндік көрсе ойланбастан сыртқа лақтырып жіберетін. Мені ренжіткен жігіттің аузын жауып тастайтын. Мен заттарымның бәрін шығарып қоятын болдым және бұрынғыдай мән бермейтін едім. Алайда Алекса керек затын сұрап алатын болды. Әрине мен оған қуана беремін, өйткені ол жаңа киім кисе құлпырып кететін. Бір күні ол Герберт деген жігітке ғашық болып қалғанын айтқанда, менің қуанғанымды көрсеңіздер, оның маған құпиясын айтқан үшін қатты қуандым. Алексаны құшақтап құттықтағанда маған таңғалып, сен неге аспанға сонша секіресің? Ғашық болған сен емес, мен ғой деді. Құрбым үшін қалай қуанбаймын? Сен бақытты болсаң, мен де төбем көкке жетеді дедім. Герберт Гувер колледждегі сымбатты жігіт, бірақ ол байдың баласы. Соған қарамастан Герберт Алексаға қырындап жүретін. Ауылдың қыздарын ұнататын болса керек, өйткені Алекса нағыз ауылда өскен қыз, бірақ өте көрікті. Бір күні Алекса әлгі жігітпен кездесуге барып келді. Өте көңілді оралды, бірақ бір нәрсе мазалайтындай көрінді. Не болды деп сұрап едім, ақ сүйектермен асшы жалықтырады екен деп ерте қайтып кетіпті. Мен Алексаға ондай ортада өзін қалай ұстау керек екенін үйрете бастадым. Мен ол қыз болып үстел басындағы жағдайды елестетіп сабақ өттім. Көлікке қалай отыру керек, қалай шығу керек, мейрамханада қандай тапсырыс берген дұрыс, ыдыс-аяқты пайдалану ережесі мен әжетханаға барып келу үшін не айту қажет, қандай әңгіме қозғаған абзал деген сияқты ақсүйектердің ортасындағы әдеп жайында майын тамызып айтып бердім. Бір күні Герберт Алекса мен мені пикникке шақырды. Табиғат керемет, өзен, орман. Герберт мені Алексаның құрбысы болған соң керемет қарсы алды. Ол әңгіме бастап, мен қоштап біраз сөйлестік. Тақырып қалталылар мен қаражатты инвестициялау мәселесі жайында болды. Мен өз ойыммен бөлістім. Герберт те мұқият тыңдады. Тіпті кейбір кеңестеріме ерекше мән берген сияқты. Шынымды айтсам, мен бұл тақырыпты терең білмеймін. Әйтеуір әкемнен естігендерімді айтып бердім ғой. Негізі Герберт пикникке Алексаның жігіті ретінде келген болатын, бірақ ол маған көбірек көңіл бөліп, менімен сөйлесіп кеткені бәрімізге ыңғайсыздық туғызды. Мен әдепті қыз ретінде одан қаша бермей әңгімесіне қосылып отыруым заңды. Бірақ Герберт бір кезде мені қайықпен серуендеп қайтуға шақырған кезде не істерімді білмей қалдым. Елдің бәрі үн-түнсіз қарап тұрды. Алексаға қарасам, жер шығып тұр екен. Мен оған көзімді қыстым да қайыққа отыра кеттім. Алексаның "ал сықия тойып алайық" дегенін естіп қалдым. Бір 40 минуттай серуендедік. Қайтып келсек, Алекса мен бірнеше жігіт жоқ екен. Мен үйге қайтам деп Герберттің бір досы шығарып салды. Жатақханаға жақындай бергенде Алексаны көрдім. Өзі сабырлы, құшақтадым да мән жайды түсіндірейін деп едім. "Алсаң ала ғой Гербертті" деп бұр етті. Үндемей кетіп қалдым. Таңертең мені біреу басынан сипап отыр екен. Маңдайымнан сүйгенде оянып кеттім. Анам сияқты көрінді. Сөйтсем, Алекса бас жағымда отыр екен.
Ақымағым-ай, Гербертке не деп айтқансың? Ол маған хабарласып кешегі әрекет үшін кешірім сұрады. Және 2 айдан кейін өлем дегенсің бе? Сенің ауруыңа қажетті қаражатты тауып беруге уәде берді деді. Иә, кеше біз қайықта серуендеп жүргенде Герберттің құлағына біраз өтірік іліп кетіп едім. 2 айдан кейін өлем деп едім, түрі өзгеріп шыға келді. Мен Алексаға қарадым да, оның ақшасы маған көмектеспейді деп теріс қарап бұрылып жатып алдым. Алекса мені шынымен аяп кеткен сияқты. Сосын ол мені анам сияқты қатты құшақтады да үндемей қалды. Асыра сілтеп жіберген жоқпын ба деп, осы айтқанымның бәрі қалжың екен. Ешқандай дертке шалдықпағанымды және өлмейтінімді айттым да қарқылдап қаштым. Алекса болса алданып қалғанына ыза болып мені қуа жөнелді. Міне достар, бірінші курста осындай қызық оқиға болды. Сендер де бөлісе отырыңдар, пікір жазып лайк басып кетіңдер.